Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай стакандағы дәмді десерттерді дайындайтын боламыз. Кез келген мерекелік дастарханның сәні болатынына сенімдімін. Бұл десерттер бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Ең алдымен корждарын дайындап аламыз. Біз осындай 3 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Осылай жұмыртқамызды біркелкі болғанша араластырамыз. Үстіне 100 грамм қантымызды қосып, жақсылап ерігенше тағы да араластырамыз. Какаомызды және де сұйық майымызды қосамыз. Қатты ыстық немесе қатты салқын емес, жылы су қосамыз. Ешқандай іртік қалмайтындай біркелкі болғанша барлығын араластырамыз. Барлығын осылай біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін қопсытқыш және де ұнымызды қосып, барлығын тағы да араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Қатты қою немесе қатты сұйық та емес. Осы массамызды пергамент қағазға дөңгелек етіп, барлығын толықтай біркелкі етіп жайып шығамыз. Барлығын біркелкі жұқа етіп жайып болғаннан кейін алдын ала қыздырылған пешімізде пісіріп аламыз. Бұл корж өте дәмді болып шығады. Осылай биік, жұмсақ болып көтеріледі. Мен осылай пышақтың көмегімен бөлінділерге бөліп алдым. Кез келген тәсілмен корждарыңызды үгітіп алсаңыздар да болады. Корждарымызды дайындап алғаннан кейін біз кремін жасаймыз. Шұңғыл ыдысымызға кремімізді құйып аламыз. Өте баяу жылдамдықпен сағаттың тілімен осылай жаймен деп бастаймыз және де біртіндеп жылдамдатамыз. Осылай қоюлана бастайды. Видеодағыдай осындай масса шығу қажет. Кондитерлік мешоктарға кремімізді салып, трайфлымызды жинай бастаймыз. Қасықпен немесе басқа затпен салғаннан көрі, осылай кондитерлік мешоктармен салған өте ыңғайлы. Мен осындай шыны ыдыстарды пайдаландым. Ыдысымыздың астыңғы бөлігіне осылай үгітінді коржымызды саламыз. Сүт пен қант араластырдым. Бұл бізде корждарымыздың құрғақ болып қалмау үшін, жеген кезде ылғалды, сондай дәмді болу үшін. Кремімізді жұқалап жағып шығамыз. Тағы да коржымызды саламыз. Корждарды ылғалды, осындай нәзік ету үшін сүт пен қант, видеодағыдай, немесе шекер мен қант, немесе какао мен сүт сияқты пропиткаларды пайдалансаңыздар болады. Егерде ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Ең үстіңгі бетіне мен осы корждардың үгітінділерімен сәндедім. Қалауларыңызға қарай кез келген жеміс-жидек немесе тәтті конфеттерді қойсаңыздар болады. Осымен шоколадты трайфлдарымыз дайын болды. Енді қызыл мақпал десертін жасайтын боламыз. 3 жұмыртқамызды біркелкі болғанша араластырып, сұйық майымызды және де бояғышымызды қостық. Жылы суымызды қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Қопсытқыш және де ұнды қосып, барлығын тағы да араластырып аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін описаниеге астына жазып кететін боламын. Барлығын толықтай араластырып алғаннан кейін пергамент қағазымызға біркелкі етіп жағып пісіріп аламыз. Енді осы пісірген коржымызды жинаймыз. Шыны ыдысымызға коржымызды салып, пропиткасын құямыз. Кремін жағып, барлығын осылай қайталап аламыз. Үстіңгі бетіне үгітінділерін сеуіп әсемдейміз. Осымен шыны ыдыстарымыздағы десерттеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Кез келген дастарханның көркі болатынына сенімдімін.
жасап көріңіздер, дәмді аспен үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ас болсын.